Всем привет, достар! Азанда ертерек оянып, шай тамағымызды ішіп, күйеуімді жұмысына, үлкен қызымды балабақшаға жіберген болатынмын. Содан кейін кішкентай қызымды ұйықтатып, одан кейін ақ келінім машинама күйеуімнің жұмыс киімдерін жуып тастайын деп шештім. Осындай вернель сұйықтық және миф порошогы. Сіздер қайсысын пайдаланасыздар? Және ең жақсысы қайсысы, достар, соны комментарияға жаза кетіңіздер. Достар, айтпақшы, мен сіздерге өзімді таныстыра өтейін. Менің есімім Ұлбике, жасым 23-те, 2002 жылғымын, және де туған күнім январдың 7-сі. Мен тараздық келімін, қазіргі таңда Таразда тұрамын, және 2 қыздың анасымын. Содан кейін, достар, маған тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер. Маған әрбір тіркелген жан үшін мен өзіме үлкен мотивация аламын. Сіздер тіркелсеңіздер, мен қуанышты болар едім. Содан кейін осылай кір машинамды 40 минутқа қойдым. Содан кейін осындай арасында қызыма көңіл бөліп, қызымның киімдерін ауыстырып, қызыммен сөйлесіп, қызыммен ойнап, сондай уақыт өткізген болатынмын. Содан кейін осылай салқын сумен перекус жасап алдым. Содан кейін күйеуімнің футболкасы сөгітіліп кетіп, оны әдемілеп тұрып жіппен тігіп алдым. Содан кейін киімдерім дайын болып, тазаға, сушылкаға жайып қойдым, күннің көзіне тез кепсін деп. Содан кейін шкафтың ішінде осылай киімдеріміз шашылып жатқан соң, барлығымыздың киімдерімізді осылай 1-2 сағаттың ішінде жинап тастадым тез-тез. Содан кейін осындай құрт болған, құртпен перекус жасап тастадым. Содан кейін бүгінгі біздің кешкі асымыз осындай, бізге ас болсын. Всем пока. Рахмет, достар, мені қолдап кетіңіздер.